Армысыздар, қолжазбалар сөйлейді бағдарламасының құрметті көрермендері. Қолжазбалар және сирек кітаптар ұлттық орталығында кейінгі кезде кітап құндылығының мазмұнын жұртшылыққа жеткізу мақсатында ұлттық орталық қызметкері, Қазақстанның құрметті журналисті, Қазақстанның мәдениет қайраткері, халықаралық жазушылар одағының мүшесі, жазушы, шығыстанушы Мұхаммедқали Баймұқановтың қатысуымен орталық қорындағы қымбат қазыналарды зерттеу, сараптау мақсатында айтулы жұмыстар атқарылу үстінде. Таяуда түрік елінен Сулаймания кітапханасынан әкелінген елін аңсап, еңіреп өткен сол елде танымал қазақ ақыны Зейнеп Сүлейменнің, шын аты жөні Зейнеп Омарұлының қадым және төте араб жазуы үлгісіндегі өлеңдері оған басқалардан келген хаттар толық сараптауға өтіп, сипаттамасы дайындалды. Сонымен қатар қорда сақталған Қожа Ахмет Яссауидің 1912 жылы Қазан қаласынан басылып шыққан үлгісінен Дивани Хикмет Шағатай емлесінен аударылған жасап, бұл жұмысты да қазір кезеңде аз уақыттың ішінде қыруар жұмыстар атқарып келесіз. Алдағы уақытта Әбілғазы Баһадүр хан шежіресінің аударып оқырман қауымға ұсынуға жеткізу міндеті тұр. Олай болса, ағамыздан сұхбатымызды ары қарай жалғастырсақ. Аға, көңіл күйіңіз қалай? Өте тамаша. Аға, сіз өзіңіздің бір қысқаша өмірбаяныңызбен еңбек жолыңыз туралы бір мәлімет беріп өтсеңіз. Әрине, ол қазіргі адамдарға тосын көрінуі мүмкін. Мысалы, мен қазір осы 70 жылға таяу еңбек етіп келе жатырмын десем, мынау көріп отырған халық бұл қалай деп ойлайтын шығар. Ал шынымен де солай. Социализм кезінде 8 жасымыздан бастап өгізге міндік. Оның бәрін жасырудың керегі жоқ шығар деп ойлаймын. Қайта мақтаныш етуге болатын шығар. Кішкентайымыздан еңбекке араластым. Содан әрине оқыдық. Әскерде болдық. Әртүрлі жағдайлар, ауылда еңбек еттік. Мен туған жерім сол Қарағанды облысы, мынау Ақтоғай ауданы, Қызыларай ауылы. Бұл үлкен тарихи жер. Бұған енді мен көп тоқталмайын. Мұнда қазақтың біртуар Әлихан Бөкейханов, Әлімхан Ермеков, Әсет Найманбайұлы, қазіргі мынау Ақиық ақыны қазақтың Әсет, мынау Серік Ақсұңқарұлы туған жер. Сол ауылда мен де дүниеге келгем. Сол уақыттың барлық қиыншылықтарында, барлығында, жақсылығында бастан кешірген адамбыз енді. Сонымен міне осы күнге жеттік. Халқымыз Қазақстан, мемлекетіміз тәуелсіздік алды. Осы тұрғыда қазір әлде болса да еңбектен қалмай, бір жағынан шығармашылықпен шұғылданғаным рас. Оның бәрін тізбектеп айтып жатпайын деп отырмын. Дегенмен күні бүгінге дейін әлі қызығушылығымыз бар, өмірге деген құштарлығымыз бар. Бойымызда бар білген жиған тергенімізді жастарға, ұлтымызға, мемлекетімізге беріп кетсе деген тілекпен келе жатқан адаммын. Рахмет. Аға, сіз араб, шағатай, төте жазуларын өзіңіз университетте арнаулы мамандық ретінде оқыдыңыз ба, жоқ әлде өздігіңізден оқып үйрендіңіз ба? Әрине, бұл өте бір қызық жайт. Бұл өзіңізге белгілі, әдеке біздің бірде-бір институтта, бірде-бір оқу орнында, бірде-бір академияда, бірде-бір мектепте бұл оқытылмайды. Енді араб тілінің өзі тұнау кездегі бір жылдары тәуелсіздігіміздің алғашқы кезінде, шынтуайтын айтсақ, бұл араб тілі көп мектептерге кіре бастады, факультатив ретінде. Қызықтап алғашқы кезде. Кейінді мынау вахабист дегендер, салафит дегендер шықты, жасыратыны жоқ. Бүкіл зайырлы адамдардың бәрі шалқасынан түсті.
бәрі арабты оқыса сондай болып кетеді екен деген сияқты қате түсінік болған шығар. Сонымен бүкіл мектептердің факультатив та араб тілі оқытылып жүрген мектептерден арнайы мектептер болды, мысалы гимназиялар, бәрінен алып тастады. Сондықтан бұл тоқтап қалды. Енді осындай жағдайда қалай істеуге болады? Мен өзім жасымнан осы құштар болдым жалпы араб тіліне. Бірақ оқитын мүмкіндік болған жоқ. Шынтуайтына келсек, Қазақ мемлекеттік университетінде араб тілі факультеті болды, оның өзі Берингтонда 60 жылдары ашылды, жаңылмасам. Оған 20-25 оның бірі болып бара алмайсыз. Сондықтан да бұл өте қиыншылық тудырды. Мен өзім әскерде болғанымда, мынау Мәскеу қаласында бір күнгі босатса бір айда солдат. Сонда мен мынау Москва мемлекеттік университетіне барушы едім. Сөйтіп жүргенде менің өмірімде бір ол себеп алгоритм болды. Қазіргі тілмен айтқанда сол бұл себеп болғаны рас. Мен сонда шығыстанушы профессор Шарбасов деген кісіге кірдім. Ол кісі менің ықыласымды, араб тіліне қызығушылығымды құптады, бірақ сіз солдатсыз ғой деді. Өзінің бір ассистентіне тапсырды. Содан мен біраз арабша алғашқы сабақтарды солардан алдым. Өкінішке орай одан кейін елге келгеннің бәрі жайына қалды. Бір сөзбен айтқанда мен өз бетімше үйрендім. Өз бетімше соңына түстім. Күні бүгінге дейін мен ұстаздың алдын көрген жоқпын. Адам ұстаздың алдын көрген жоқпын. Мен бірақ өзім оны мақтанышты етем, бір жағынан шыны керек. Бірсыпыра дәрежеге жеттім ғой деп ойлаймын. Арабистикадан бастап халқымыздың төте жазу, онан кейін хадим, онан кейін жадид. Бұл жадидтің өзі Исмаил Гаспринский кіргізген 1909 жылдардың басында басталған. Ол кісі туралы да керемет көп мәліметтерім бар менде. Бұл татардың ұлы ғалымы, ол кісі Қырымда, Бақшасарайда, Ялтада жерленген кісі. Тәржіман деген газет шығарған. Естеріңізде болса, бұл осы тәржіманды керемет дәріптеген шәкәрім Құдайберді тәржіманнан алдым деп көп дүниені. Сондықтан да бұның өзі бір тұтас жатқан бір ғылым зерттеудің нысаны деп айтсақ болады. Бірақ мен осы төтеу арқылы, Шағатай арқылы қазір мен кейін осы өзім үйрету дәрежесіне келдім деп айта аламын. Бұл бір өте қызық тақырып. Ол тақырыпқа қызықтаушылар болса, мен тағы да ары қарай жауап беруге дайынмын. Рахмет, тамаша, керемет. Мұхаммедқали аға, сіз біздің ұлттық орталыққа жуықта келдіңіз. Осы аз уақыттың өзінде араб, парсы, шағатай, төте жазуда ұлттық қорымызда қаншама еңбектерді аударма жасап, қыруар жұмыстар атқардыңыз. Сонымен қатар біздің ұлттық орталық қызметкерлеріне араб, шағатай, төте жазу әліпбиінде дәріс оқып жүрсіз. Енді осы дәріс оқудың методикасы мен оқыту мақсаты туралы, яғни ұлттық орталық қызметкерлерін қандай деңгейге жеткізу жоспарындасыз? Осы туралы қысқа тоқталып өтсеңіз. Өте тамаша сұрақ, Әділ мырза. Өте тамаша сұрақ. Мен бұның жауабын іздеп көрейік. Әрине бұл ең басты нәрсе мотивация неде жатыр? Мен қазір 78 жастамын. Сондықтан да шын мәнінде адамның өмірі қандай өлшеммен ешкім білмейді ғой. Сондықтан да мен осы мүмкіндігінше осы қалған уақытта, осында келгеннен кейін, мен осыны өте ұтымды пайдаланып, біраз нәрселер жасағым келеді. Сондықтан да мен бұны өте белсенді түрде қолға алуымның басты себебі осы. Соған қарап мен екінші жағынан, бұл мен шыны керек бұрын Қарағанды қаласында болдым. Мұнда мен академиялық орталықтар ондай болған жоқ. Мынау осы ұлттық қолжазбалар қорындағы сирек кітаптар бұрын менің қолымда болған жоқ қой. Міне сондықтан да біз бұған мұнда келгеннен кейін мен оның көзім тұнып кетті деп айтуға болады. Софаллаярдың, Әбілғазы Баһадүрдің, Қожа Ахмет Яссауидің, Құтыптың, Қасым ханның ханымы Айшаның қолжазбалары деген осындай нелерді көргеннен кейін мен көзім тұнып кетті деп айтуға болады. Өйткені менің бір қызық жері осы Шағатай дүниесіне дегенге мен өте бір құмармын, қызығушылығым күні. Өзім жатсам төсегімнің жанында жатады бір қолжазба, соны оқып жатам, жатардың өзінде. Сондықтан да маған осындай бір үлкен бір тағдырдың мүмкін сыйы шығар, бұл осыған қатты құмар болғандықтан мен осыған аударма жөнінде қолымнан не келеді, соны жасағым келеді.
аударма жасағым келеді. Осының әр өзім байқап көріп жатырмын өзімді. Әрине көп нәрсе қолымыздан келетін сияқты. Бұл енді Шағатайдың бір үлкен ерекшелігін мұны айта кетсем болады қызығушыларға. Бұл Шағатай жазу деген оны түсінбеу, түрік Шағатай деп аталады. Негізі оны түрік Шағатай деп түсінбеу керек. Түрік деген ол басқа сөз. Түркі Шағатай деп аталады. Яғни бір жағынан өзі аты айтып тұрғандай бұл түркі. Яғни Шағатайдың ішіндегі көп кірген элементтер бұл өзбек тілінен, ұйғыр тілінен, қазақ тілінен, татар тілінен, тағы басқа тілдерден, әсіресе араб, парсы тілдерінен көптеген кірген элементтер бар. Осылардың бұл Шағатайдың өзі осылардың синтез, конгломераты деп айтуға болады. Сондықтан да бұл мұның қиыншылығының өзі осында. Шағатай деген не? Бұл араб емлесі қолданылған түркі біздің 1200 жылдық тарихымыз, Алтын Орданың тарихы осында жатқан осындай керемет дүние. Біздің халқымыз аз жазсын, сол уақытта көп жасайық. Барлық тарихымыз осында жатыр. Өкінішке орай бүгін мұның бәрі кейіндеп қалды. Бұл енді социализм кезінде мұның бәрін жайына қалдырды. Біздің ғалымдарымыздың бәрі осы уақытқа дейін тарихшы, филолог, бұлардың бәрі өзіміздің қазақ деректерден аударылған, мысалы орысша деректерден, еуропалық деректерден алып, бұлар осындай ғылымға осы арқылы барған. Ал енді нағыз түрік Шағатайдың өзінің сусындап ішіп, арғы Қожа Ахмет Яссауиді оригиналдан қарап, немесе Әбілғазы Баһадүрді, Қадырғали Жолай Қосымиды оқып жоқ, ол әрине өте өкінішті. Екінші үлкен өкінішті жері қазірге дейін бұл қолға алынып жатқан жоқ. Оны алмай жатқан кім екенін мен айта алмаймын. Ол енді мемлекеттік дәрежеде қолға алынып, ол мүмкін біздің мұның араб факультеттерінде қосымша Шағатай түркіні оқытатын дүниелер ашылу керек деп ойлаймын. Ол ашылатын шығар деп ойлаймын. Оны қолға алатын азаматтар бар шығар деп ойлаймын. Мемлекеттік дәрежеде өзіміздің шенеуніктер бар шығар деп ойлаймын. Міне мұның осындай қызық жері бар. Сондықтан да мұның жаңағы бір қосымша айтқан сөзіңізге жауап берейін, сұрағыңызға. Бұл енді осы олқылықты өз қолынан толтыру мақсатында мен осындағы бұл арнайы орталық қой, енді ұлттық орталық. Бұл орталықтың болашағын ескеріп, осындағы қызметкерлердің бәрі осыны игеру керек деп мен өзім есептеп, осы үйретіп жатқан. Яғни арабтан бастап үйретіп, араб арқылы, ол базалық болады араб тілі. Осыдан кейін төтеге келеміз, төтеден кейін хадимге келеміз, хадимнен кейін жадидке түсеміз, жадидтен кейін келіп, тағы хадим арқылы Шағатайға бару үрдісін. Мұның методикасы жазылған жоқ ешқайда. Алайда менің өмірлік тәжірибем өз бетіммен үйренгендіктен, бұл менің осы тәжірибем бай деп ойлаймын. Бұл осыны толық үйретуге жарамды деп есептеймін. Әрине бұған өзі орталықтың, осы оқытудың қызметкерлердің өздерінің зейіні керек, ықыласы керек. Бір екіншіден, ол Шағатайға барған кезде әрине оған да бір бейімділік керек, зеректілік керек, әсіресе көз қану керек. Өте көз қану керек. Бұл Шағатайды қолға алған уақытта басқа жазуды, кириллицаның бәрін қойып, бірыңғай осымен көз қандырып отырса болар. Өйткені жаңа айтып кеткендей, мұның қиыншылығы арабтың емлесі қолданылған, грамматикасы қолданылған. Мысалы харакеттер бірақ қойылмаған. Сондықтан оны тауып оқу, және бұл өзіңнің тіліңді, қазақ тілін өте жақсы білу керек. Сонда мұны игеру көп жеңіл болады деп ойлаймын. Рахмет. Жақында сіздің Абылай заман деген тарихи романыңызды оқып шықтым. Рахмет. Осы тарихи романда бір географиялық атаулармен тарихи тұлғалар кезігеді. Енді көркем шығарма мен тарихтың айырмашылығы жер мен көктей ғой. Осы тарихи романыңызда осы географиялық атаулар мен тарихи тұлғаларды, мотивтерді сіз өзіңіз тарихи романыңызда соның дәлдік жағына, соның шынайылық жағына, осы жағына бір ойларыңызбен түсіндіріп берсеңіз. Кітап туралы әрине бұл бір қызық нәрсе. Енді мен жазушы ретінде Абылай заман деген романым бір айтатын нәрсе, кезінде Мырзатай Жолдасбеков ақсақалдың бір егеменді Қазақстандағы мақаласында бұл мен кітабыма жақсы баға беріліпті. Әрине бұл жақсы. Жалпы бұл тарихи деректі роман болып шықты. Әрине мұның ішінде көп қызық дүниелер бар. Мен осы романды
жазу барысында өзімнің бір сондай бір қасиеттерім болды деп айта аламын. Бірде бір дерек көзге жүгінген жоқ, бірде бір деректі қараған жоқ. Тек қана осыны жазумен болдым. Бас аяқ 3 айдың ішінде 400 беттен асатын роман ол жазылып шыққанын айтуым керек. Сондайда мынау қызық оқиғалар болатын. Қазақ батырлары қалмақтарменен соғысқан уақыттарда соның ішінде бар ғой оқиғалар. Өзім жасап отырған нәрсе, өзім көз жасым ие бола алмай қалып, егіліп кететін жағдайым болатын. Сонда тастап кетіп, кейіннен қайтадан жазуға кірісетін. Екіншіден, әрине бұл деректердің бәрі өзіңіз айтқандай әдеке бұл қызық дүниелер. Мысалы, менің осы романыма пікір білдірген адамдар, әр жерден хат жазғандар, өзіме келіп пікірін айтқан адамдар мақтап көп болды. Жамандаған адамды естігем жоқ әрине. Өз жүрегіммен халқыма деген бір сыйым болған нәрсе ғой енді өзім ұлтыма. Ұлт азаттық күресі, қазақ халқының сол уақыттағы қазақ қалмақ соғысы, жоңғарлармен, тіпті қытайлармен соғыссыз айтқан болатын мен осыны. Және Абылай ханның Қытай патшасына осы жазған хаттар бірнеше жерде келтірілген, және осыны кейін маған бір тарихшылар соңыма түсіп, қайдан алдыңыз осыны бізге айтыңызшы, керемет жазған екен. Мен енді әрине ол кезде ашып айта қоймадым, шын мәніне келсем, мен ойдан шығарған дүние. Бұл өте шынайы болып шыққан, содан білуге болады. Енді көркем шығарма ол жүрекпен жазылатын нәрсе ғой. Енді Мұхтар Әуезов айтқан, әдебиет ардың ісі деп тегін айтпаған. Әдебиеттің орнында өзіңнің халқыңды сүйетін жүрегің бәрі популизмнің керек жоқ, тұру керек қой. Шынайылық сонда болады. Міне осындай дәреже жазылған, осының бәрі көбісі шындығы да бар, батырлардың мен осындай әңгімелер бар. Рахмет. Аға, сіз біздің осы ұлттық орталыққа аз уақыттың өзінде біздің ұлттық қорымызда қаншама араб, парсы, шағатай тіліндегі еңбектерді аударып, сараптамадан өткізіп отырсыз. Жалпы біздің осы ұлттық орталыққа келгенде осы қолжазбалармен, сирек кітаптармен танысу арқылы не білдіңіз, не ойға түйдіңіз? Сонымен бірlikte біздің ұлттық орталыққа айтар тілегіңіз, қандай айтар тілегіңіз бар? Әрине тілек көп айтайын. Бұл енді 5 жыл болған өзінің бөлініп шыққанына архивтен. 5 жасар бала деуге болады ғой. Мысалы енді салыстырмалы түрде айтатын болсақ, 5 жыл деген не? Бұл мысалы мынау Париждің кітапханасы, анау Сүлейманияның Түркияда, Мысырдағы кітапханалар, Александр, Египеттегі деген сияқты. Тіпті өзіміздің мынау бұрынғы Бірменияның өзі Матандаран деген керемет қолжазбалардың қоры бар, олар 1000 жылда бойы жинап келе жатқан көп нәрселер жатыр. Сол сияқты енді ол 5 жылдың ішінде бұған үлкен талап тұрғысынан сыртқары көзбен қарау дұрыс емес қой деп ойлаймын. Қазір бұл толығы есею үстінде, қазір қаншама кітаптар, қолжазбалар келіп жатыр, келіп жатсыздар, иә. Бұған мен қатты қуанамын, сөйте бұл толығып, күндердің күнінде бұл енді ұлттық орталық, мемлекеттік орталыққа айналып, осы қолжазбалардың түптің түбінде бұл тіпті халықаралық орталыққа айналса, бұл нұр үстіне нұр болады. Және оған біздің халқымыздың интеллектуалы, біздің халқымыздың ақыл ойы интеллектуал жетеді ғой деп ойлаймын. Біздің халқымыз талантты халық. Бәрін сол енді көп мыңдаған жылдар бойы былай олқылық болған нәрселердің бәрін қазір енді орнына келтіреміз деп жатырмыз. Орнында бар оңалар деген бар. Орнында бар болса әрине оңалады. Бұл орталық түптің түбінде алдыға шығады. Үлкен осындай перспективаларға ғылыми зерттеу саласында. Қазірдің өзінде бізге көптеген тілек хаттар келіп жатады, осында келемдеушілер көп шетелдерден. Сол тұрғыдан бұл өте елдің қызықтайтын ғылыми үлкен орталыққа айналады деген мен өзім шын мәнінде де сенемін осы тілегіме. Рахмет аға, біздің осындай алтын уақытыңызды бөліп, біздің ұлттық орталықта салиқалы сұхбат бергеніңізге алғысымды білдіремін. Біздің қазақ халқында ағаш ағаштан мәу алады дейді, адам адамнан тәлім алады дегендей, Мұхаммедқали ағамыздың жасы 78 жас келсе де қолынан қаламы қайтпаған, қаламның қарымы әлі мықты екендігі. Бұл көпшілікке жүйеден біздің ұлттық орталығымыздағы қызметкерлерге үлгі болады деген ойдамыз. Аға, сізге мол шығармашылық
табыс, мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз Көп деп рахмет. отырып Көп сұхбатымызды аяқтаймыз. Көп рахмет. Құрметті достар, біздің ұлттық орталығымыздың көрме залына келіңіздер, көріңіздер, бағасын беріңіздер.